Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз 1917 атты фильмге шолу жасаймыз. Бірінші дүниежүзілік соғыста екі жігіт мыңдаған адамды құтқару үшін қауіпті сапарға шығады. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Шынайы өмір желісімен түсірілген фильм гүл алқабынан бастау алады. Ағаш саясында Блейк пен Скофилд есімді екі жас сарбаздар демалып отыр. Оларды сержант оятып, британ әскері қазған шұңқыр ішіндегі бункердегі басшылыққа алып барады. Бункерде оларды генерал Эримор күтіп отыр. Ол немістер кейбір аймақтан шегініп келесіге ауысып жатқанын айтады. Бірақ көрші батальонды басқаратын полковник Маккензи олардың соңына түспекші. Генерал немістер бұл әрекетті әдейі істеп тұзақ құрып жатыр деп ойлайды. Ал бұл әрекетті айтып ескертетін байланыс жоқ. Жазаға кесілген сарбаздар арасында Блейктің бауыры бар. Сол себепті оны батальонға жолдау жіберуге аттандырмақшы. Сарбаздарды керек жабдықпен қамтамасыз еткеннен кейін жолға шығарып салады. Скофилдке окоптан шығу жоспары ұнамайды, бірақ Блейк асығуда. Жолдастар шұңқыр ішімен шығар жерге қарай бет алады. Жолда Скофилдтің адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыста тірі қалғаны анықталады. Ол тіптен марапат алған, бірақ онысымен мақтанғанды ұнатпайды. Шұңқырдың аяқ жағына қарай өлі денелерді аттап өтуге тура келеді. Олар осы аймақтан шығып, атыс фронтын кесіп өту үшін жауапты лейтенантты табады. Офицер оларға жақын маңдағы өткір сымнан шығатын жерді көрсетіп, олар немістер аймағына жеткенде ракетамен белгі берулерін өтінеді. Солай немістердің шынымен артқа шегінгендерін анықтамақ. Сарбаздар шұңқырдан шығып, еңбектеген күйі алға жылжиды. Немістер атпағандықтан, олар орындарынан тұрып бүкірейген күйі өлі денелер мен жылқылар жатқан сым қоршауына келеді. Ол жерден өтіп жатқан Скофилд қолын жарақаттап алады. Екеуі шұңқырға жетіп, бағытымен алға жылжиды. Алдарында бос қалған балшықты соғыс алаңы. Төбелерінен екі ұшақ өткенде екеуі бой тасалайды. Олар өтіп кеткенде тасымалдаушылар неміс қоршауының алдындағы шұңқырға түседі. Ол жерден шыққан жігіттер немістер орналасқан жерге жетеді. Бірақ окоп барлаушы хабарлағандай бос қалған. Өз көздеріне сенбеген британдықтар төмен түсіп ішін барлайды. Аяқ астында өрттен қалған шоқ жатыр. Немістер кетер алдында құжаттарды өртеген. Шоқтың өшпегеніне қарағанда, соңғы сарбаздардың бұл жерден кеткеніне көп болмаған. Сырттан ештеңке таппаған британдықтар казармаға түсіп, бос қалған төсектерден басқа ештеңке таппайды. Скофилд немістерден қалған асты тексеріп жүріп, сыммен тартылған тұзақтан қарады. Егеу құйрық сымға тиген сәтте жарылыс орын алады. Блейк жолдасының көміліп қалғанын аңғарып, шығару үшін қаза бастайды. Бункер қирау алдында тұрғандықтан, екеуі қиранды астында қалмай тұрып сыртқа асығады. Жол бойында олар шұңқырмен өтіп сыртқа шығады. Олардың алдарында немістердің істен шыққан қарулары тұр. Скофилд суының соңғы тамшысымен көзіндегі шаңды жуады. Ол бұл қауіпті тапсырмаға Блейкпен шыққанына разы емес. Жолдасы артынша немістердің жоқ екенін жеткізу мақсатында белгі беру ракетасын атады. Солай екі жолдас сапарларын жалғастырады. Өртенген орманнан шыққаннан кейін олар аспаннан барлаудан қайтқан ұшақтарды байқайды. Сол арада олар ши ағашы шабылған шаруа қожалығына келеді. Сарбаздар ғимаратта жаулары болуы мүмкін деген қауіппен аңдап келеді. Бірақ шаруа қожалығы бос қалған. Қора маңында жалғыз сиыр жайылуда, ал қорада сүт толы шелек тұр. Онымен Скофилд құтысын толтырады. Сол сәтте төбеден атыс дауысы естіледі. Аспанда шайқас жүруде. Британдық ұшқыштар немісті атып түсіргенде түтіндеткен ұшақ қораға келіп соғылады. Сарбаздар өртке оранған ұшақтан ұшқышты шығарады. Скофилд оның киіміндегі өртті сөндіру үшін суға жүгіреді. Бірақ сол сәтте есін жинаған неміс Блейкке шабуыл жасайды. Кейіпкер рақымсыз ұшқышты атып тастап, жолдасына көмекке асығады. Бірақ қолынан ештеңке келмейді. Оқ оның ішіне тиген. Скофилд оны адамдарына жеткізу мақсатында көтереді. Бірақ жаны қиналған жігіт ауруға шыдар емес. Жас жігіт жолдасының қолында қансырап жатып, генералдан келген жолдаманы бауырына жеткізуді өтінеді. Скофилд батальонға қалай бару керектігін қайталап жатқанда Блейктің көзі жұмылып, денесінен жаны шығады. Жігіт оның құжаты мен алқасын алып, денесін жасырмақ болғанда басқа британдық сарбаздар келеді. Олар денені тасымалдауға көмектеседі. Артынан капитан Смит те жетеді. Олар жігітке керекті бағытқа бет алғандықтан Скофилдті жеткізіп салмақшы. Кейіпкер жүк көлігінің біріне жайғасады. Қалғандары бір-бірімен әңгіме дүкен құрып отырғанда Скофилд тіл қатпайды. Жүк көлігі балшыққа тығылып қалғанда жігіт сыртқа шығып көлікті шығару үшін басқалармен қосыла итереді. Сарбаздар бірге көлікті шығарғаннан кейін қайта жолға шығады. Қалғандары Скофилдтен қайда асыққанын сұрайды.
Кейіпкер тапсырма жайлы айтып береді. 1600 адам өмірін сақтап қалу үшін азанға дейін бұйрықты жеткізу керек. Бірақ көш қираған көпірге келіп тірелгенде айналып өтуге мәжбүр болады. Кейіпкердің уақыты жоқ. Сол себепті әрі қарай жаяу жүруді ұйғарады. Кетер алдында капитан Смит полковник Маккензи бұйрықты орындау үшін куәгерлер көзінше айтуға кеңес береді. Олармен қоштасқаннан кейін Скофилд қираған көпірмен өтеді. Оны байқаған жау снайпері атқылай бастайды. Британдыққа өмірін қатерге тігіп бой тасалап жақындауға тура келеді. Ол баспалдаққа жетіп қарсы айқасқа дайындалып сыртқа шығып бірнеше мәрте қарсы оқ атады. Скофилд немістің жараланғанына көз жеткізіп жасырынып отырған ғимаратқа көтеріледі. Екінші қабаттан ол атқыштың орналасқан жерін табады. Есікті ашқан сәтте басына оқ тигендіктен артқа құлап төмен түседі. Кеш бата есін жинаған жігіт каскасын жасаған адамға алғысын айтып қайта жоғары көтеріледі. Жаралы неміс сол қалпы мерт болған, ал белгі бергіш жарығы қаланың қираған көрінісіне жарық түсіруде. Кейіпкер қираған көшемен келе жатып атылған мылтықтан қашуына тура келеді. Жігіт қирандылардан орталыққа шығып өрт өршіп жатқан жерді көреді. Қарсы алдында сарбаздың сұлбасы көрінеді, бірақ қай жақтық екені белгісіз. Атуға мүдіріп қалған Скофилд жауынан қашып жақын маңдағы үйдің жертөлесіне жасырынады. Ол жерден жігіт сарбаздардан жасырынып жүрген жас француз қызын кездестіреді. Екі түрлі тілмен түсініскен екеуі әрі қарайғы жолды анықтағандай болады. Қыз британдықтың жараланғанын аңғарып басын орамалмен таңып береді. Сарбаз бұл жертөледе қыздан басқа сәбидің де жасырынғанын анықтайды. Оны қыз көшеден тапқан. Жігіт оларға бар азық-түлігі мен шаруа қожалығынан алған сүтті қалдырады. Уақыт таңның атуына жақындап келеді. Скофилд 1000 жарымнан астам өмірге жауапты екенін түсініп жолға шығады. Ол неміс сарбаздарынан жасырынып өтеді, бірақ біреуі байқап қалады. Кейіпкер оны үндемесе жібермек болады, бірақ ол көмекке шақыруға талпынады. Сонда жігітке ұрысқа түсуден басқа амал қалмайды. Басқа немістер оны байқап оқ жаудырғанда кейіпкер қиранды арасымен қашып сол маңдағы өзенге түседі. Қатты ағыс оны алысқа ағызып бара жатқанда бас кейіпкер жағаға шығуға талпынады. Сарқырамадан құлағаннан кейін ол бөренеге жармасып су ағысына бой ұсынып жүзе береді. Скофилд өлі адамдар денесі толы жағаға келіп шығады. Сыртқа шыққан сарбаз күйзелістен көз жасына ерік береді. Оны борушы алға итермелегендіктен орман арасымен жүре береді. Сол арада оның назары баяу шыққан әуенге түседі. Ол дауысқа қарай жақындап жиналып отырған сарбаздарды табады. Кейіпкер әншінің жанына жайғасып басқаларымен қосыла әнді тыңдайды. Әуен аяқтала салысымен сарбаздар сапқа тұрады. Олар шаршап шалдыққан Скофилдті аңғарғанда жігіт бұл сарбаздардың екінші толқынмен шабуыл жасайтын жасақ екенін біледі. Олар әне-міне дегенше шабуылға шықпақшы. Жігіт уақыттың тығыз екенін түсініп полковник Маккензиді іздеуге асығады. Кейіпкер өз-өзіне қол жұмсаумен тең шабуылға шыққалы жатқан сарбаздардың арасымен асыға жүріп, командирден Маккензидің орналасқан жерін анықтайды. Шабуылға бірінші толқынның сарбаздары дайын тұр. Сол сәтте немістердің артиллериясы жауларына қарай оқ жаудырады. Бұндайға қарамастан кейіпкер іздеуін жалғастырады. Жігіт дәл қазір шабуылға белгі берілгенде сарбаздар алдына шығып, кедергі келтіретін түсініп сыртқа шығып, немістерге қарай асқан бірінші толқындағы жақтастарымен қақтығысып, полковникке қарай жүгіреді. Скофилд бункерге жеткенмен офицерлер оны жібергісі келмейді. Ол генералдың хатын бұлғаған күйі ішке басып кіреді. Бірақ басында полковник Маккензи жас жігітті тыңдағысы келмейді. Артынша хатты оқығаннан кейін шабуылды тоқтатқан жөн деп шешеді. Маккензи бұйрық бергеннен кейін жігітке бір аптадан кейін адамдарын азанда шабуылға тағы жіберетінін мойындайды. Әскери қатал тәртіп сондай. Бас кейіпкер шығар жерде полковниктің көмекшісінен үлкен Блейкті қайдан табуға болатынын сұрайды. Ол жігіттің жасағын бірінші толқынмен алып шыққанын айтады. Демек ол жаралылар арасында немесе соғыс алаңында мерт болды. Шаршап шалдыққан кейіпкер дәрігерлерден Блейк жайлы сұрап іздестіреді. Госпитальға жеткен жігіт лейтенант Блейкті дауыстап шақырады, бірақ жауап жоқ. Скофилдтің үміті сөне бастағанда жас офицер жауап қатады. Кейіпкер оған осы жерге інісімен жібергенін айтады. Ал інісін сұраған ағасының сөзіне жауап қатпайды. Үлкен Блейк бұның нені білдіретінін түсінеді. Кейіпкер оған інісінің алқасын беріп бірнеше жылы сөзін айтқаннан кейін жалғыз тұрған ағашқа қарай аңдай басады. Ол жерде Скофилд ағашқа сүйеніп отырып қалтасынан анасы мен қарындасының суретін шығарады. Суреттің артында бізге орал деген жолдау жазылған. Шаршап шалдыққан сарбаз көзін жұмады.
Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.